Ey, biz soğuşta katsan kızdı kısqatı oladı. Ya, 41 жылы қыс қатты аяз болды. Ой, немістер Аяздың қаттылығы сондай, немістердің атқан оғы бар ғой. Бізге жетпей, жарты жолда мұз болып қатып қалады. Порт сөйледі. Өздерің не қылдыңдар, өздерің өліп қонбадыңдар ма? Ой, сондай суықта біз өзімізді қатып қалмайық деп 200 грамм, 300 грамм спирт ішіп алатынбыз. Дұрыс. Спирт ішіп мас болып қалатынбыз. Көп ішпесіңдер. Не? Мас болып немістер жаққа өтіп кететінбіз. Автоматымыз былай, мылтығымызды былайлап. Мас адам ешкімнен қорықпайсың отырсыз ғой. Немістер жаққа рукопашный бойға кететінбіз. Сонда немістің солдаттары біз ұстап алатын. Мас адамды ұстап алып, оларға да оп-оңай ғой. Қолымызды артымызға қайырып, артымыздан тепкілеп тұрып, немістің штабына ертіп алып баратын. Сонда немістің офицері бізге ұрсатын. Ей, оңбаған советтің солдаты-ау, соғыста адам арақ ішіп соғыса ма, ұят емес пе бұлар? Не деген білесіңдер дейді. Не деген білесіңдер, айналай, бір емес, екі емес, қайта-қайта жыртың етіп, мас болып келесіңдер, де тұрасыңдар. Мас болып келесіңдер, де тұрасыңдар. Дұрыс, ағарын шығарып бергенсіңдер. Дұрыс, сау сөйтіп соғыспен. Айтатынбыз. Не деген білесіңдер? Ай, анау, бастығыңа ызбандасам, не боласың қазір? Әреңдегі соғысқа жалынып келгенде, соғыстан қуып жібереді ғой, айналайын. Сонда тығып жүрген бір-екі шеше бөтелге спиртіміз беріп зорға құтатын. Ойбай, көке кешіріңіз. О кезде де тіршігесіздер, Адамгершілік бар ғой немістердің өзінде де, айналайын. Сен білмейсің, қатал тәртіп болады. Тәртіптің қаталдығы сол, мен саған айтайын, любой соғыстың таңертеңгі сағат 9-да басталып, кеш қалыпта кәкіштіре қылды. Суббота воскресенье демалыс. Рахат қой. Мен саған айтайын, тәртіптің қаталдығы сол. Кейде немістермен соғысып келе жатасың ғой. Немістермен соғысып келе жатқаныңда командир тоқтатып қоятын. Немістер енді қырайын деп қырып кетқаныңда. Командир тоқтатып. Солдаттар соғысты тоқтатыңдар. Ойбай тоқтат, ойбай тоқтат. Әй, не жолдас командир-ау, немісті атып енді өлтіріп келе жатқанда не десең сағатын көрсетіп. Әбет тоқтат. Көрдің ба? Сонда қарап тұрсаң, немістер де мылтығын арқалап, әбетіне кетіп бара жатыр. Сонда не әбетке қайтып бара жатқан немістің артынан ұялмай, қызармай оғатасың ба? Ей, олар да пенде ғой. Тамағын ішіп кесті, сосын кеш қалтыға шейін соғыса береді. Көрдің ба? Сонда қоғайды көргенбіз айналайын. Ей, кімді түсіндір? Сталиннің үйінде шай ішкен мен. Ордерде қамын көкірек қой, білдің бе? Кән жоқ. Үйге тасап кеттің ғой. Сталиннің үйінде түнімен шай ішіп, мен қазғарса барғам. Түнімен шай ішіп, екеуміз арақ ішіп, өткен-көткенді айтып, таңертең көшеде кетіп бара жатқан кезде генералдарынан бастап маған жұрттың бәрі маған шес берді. Мен өзіме таңғалдым. Бұлар неге маған шес берді? Сөйтсем, мен Сталиннің киімін киіп кетіп қалдым. Насып білмейсің, Ой, сондай адамға айналайын билет беріп қой. Сіз бар ғой, мен қарап тұрсам, 18 жастайсыз ба? Әлі жассыз ғой. Не? Қағыңда. Ай, мен 80-нен ассақтамыз. 18-імде қандай болсам, әлімгі дейін сондаймын ғой мен. Бәс, байқаттым. Отвечаю мен. Бір көрдің ба? Қандай болсам, әлімгі дейін. Бір грамм өзгерген жоқ мен әлі. Шамал бір белім ауыратындығы бар енді. Ештеңе болса, беліңіз ауыра ма? Шамал. Онда беліңіз ауырса былай қылыңыз сізге мен не қылайын. Құмға не қылыңыз, жатыңыз, құмға көміңіз. Құм ем бола ма? Мен енді білмеймін, қаншалықты ем болатынын білмеймін, бірақ енді жасыңыз кеп қалды. Кеп қалды. Сол енді анау құмға, топыраққа денеңізді үйрете бергеніңіз дұрыс. Түбінде баратын жеріңіз ғой деймін да, әкелді. Байға дейін көміп ішіне кіресің. Жағына жылаңқыма қалауы. Жесе оғының керек ба? Жағына жылаңқыма қалауы. Көмілі мына жатпайсың? Жоқ, менікі де ауырады. Менікі де кей кезде кілт кетеді қалады, адам оғына келе аласыз. Бірақ үйде келініңізге екі рет ұқылатамын, екі рет ұқылатып жүрем, бітті аттай болып. Кете берем ғой арман. Қой, ей, келін үйде ма? Ne yapmış mı? Ne sevmiş? Үйден ne yapmış? Мен де келінге бір-екі сеанс қабылдатып алсам. Қойым. Батаңыз берем. Батаңыз берем. Апама оқылады апама. Апаңның қолының жылуы кетіп қалған ғой. Кісінің бір отырып қалған ғой. Қажи бермейді ме жылына? Болмайды ғой. Сәлептеп отыруың керек қой. Келіннің ол ыстық айнадай батамды берем. Батамды берем. Бата бергенде сөз мына шағыр қағаз екі адамға
Var, orunlar